Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qadырменді ағайын, бүгін сіздермен тәжвид сабағынан өтетініміз мына жаттығулар, мінекей мына екі беттегі жаттығуларды қарастырып өтеміз. Сіздермен бұл жаттығуларды қарастыру барысында біз сіздермен бұған дейін өткен барлық тақырыптарды практикалық тұрғыдан бекіте түсеміз. Бұған дейін біз сіздермен алфавитті өттік, және де жуан жіңішке әріптердің қандай екенін білдік. Харакаттарды өттік, фатха, касра, дамма, және де сукун, шадда, танвин секілді тақырыптарды қарастырдық. Және де әріптердің басында, ортасында, соңында қалай жазылатынын үйренген болатынбыз. Мінекей, осы тақырыптардың барлығын біз осы жаттығулар арқылы бекіте түсеміз. Және де бұл жаттығуларды сізге үй жұмысына беремін, міндет сіздерге оқып келу. Бірнеше мәрте әрбір сөзді кем дегенде 10 мәртеден оқып келу сіздерге үй жұмысына беріледі, және де уәжіп. Үйде қарау міндет. Өйткені осы жаттығуды жақсылап қарасаңыздар, демек сіз алдыңғы тақырыпты толық меңгере алдыңыз деген сөз. Ал онда кеттік. Мына жаттығуларды біртіндеп оқып шығайық. Әмина. Қосып оққан кезде әмина. Укила. Укила. Хаджара. Хаджара. Ясара. Ясара. Фаалима. Фаалима. Айын әріп, Фаалима. Фаалима. Аджаала. Аджаала. Қосқан кезде ва хасира. Ва хасира. Ва хасира бөлік өзі етістік болып есептеледі. Ва және деген мағынаны береді ғой, арабшада бұл бөлік. Ва хасира. Ва хасира. Саалака. Саалака. Қосқан кезде жасадан. Жасадан. Танвин кеп тұр, ән болып оқиды, сол себепті жасадан болып оқисыздар. Және де соңындағы әлифті біз алдында өткен болатынбыз, бұған мән бермей ақ қойыңыздар, бұл әлифтер оқылмайды. Уа-ла-дан. Уа-ла-дан. Ма-ла-кан. Ма-ла-кан. Қосқан кезде су сақауша сығатын. Су-лу-сан. 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 Ху ешбір кедергісі шығатын ха әрпі. Ху-зу-ван. Ху-зу-ван. Ға-да. Екеуді жуан әріп ескерсеңіздер. Ға-да-бин. Қосқан кезде ға-да-бин. Алдыңғы айтқан сөздерін тағы бір қайталап өтейін. Жуан әріптердің хақысын беріп отырыңыздар. Әзірден бастап дағдылана берсеңіздер, алдыңғы уақыттарда жеңіл болады. Ахадин. Ахадин. Ва-са-тан. Ва-са-тан. Қа-да-рин. Қа-да-рин. Джа-ба-лин. Джабалин. Фа-ма-мин. Фа-ма-мин. Айын әрпі. Айын әрпінде барынша тамақтың ортасынан шығаруға дағдылана беріңіздер. Бірте-бірте келеді, бұл ең қиын әріптердің бірі. Бәрі бірден келмейді. Бірте-бірте практикамен ақырын-ақырын келеді. Еш уайымдамаңыздар. А-ма-лун. А-ма-лун. Ха-у-фун. Қосқан кезде хау-фун болады. Өйткені уаудың үстінде сукун кеп тұр. Біз алдында айтқан болады, сукун қандай да бір әріптің үстіне келетін болса, әріптің өзі ғана дыбысталады деп. Ха-у-фун. Егер бөліп оқитын болса, қосқан кезде хау-фун. Фи-а-лун. Егер бөліп оқитын болсақ, ал қосып оқитын болсақ, фи-лун болады. Фи-лун. Айынға түсістер. Фи-лун. Фа-лун болады.
егер бөліп оқитын болсақ, қосып оқыған кезде фадлун. Фадлун. Ахдан. Яғни х әрпі ешбір кедергі шыққандықтан деп оқылады. Ахдан. Ахдан. Тағы бір қайталап жіберейін. Ахдан. Яғни ауа естілу керек та. Ахдан. Ан-тум. Жеке оқысақ, қоссақ ан-тум. Ми-ны-ку-м. Жеке оққан кезде қосқанда мин-кум. Мына жерде де солай. Құм-тум. Егер жеке оқитын болсақ, ку-м-т-ту-м болатын еді. Қосқан кезде құм-тум. Құм-тум. Ан-тум мен құм-тум ұқсас, құм-тум да ұқсас, мин-кум бәрі ұқсас. Осы мәселелерді, осы мысалдарды қалай оқылатынын жақсылап үйреніп алыңыздар. Ва-ла-ху-м. Қосқан кезде ва-ла-хум. Мыға сукун қып түсесіздер. Ва-ла-хум. А-ми-на. Нунның үстіне сукун кеп тұр, көрдіңіздер ғой. А-ми-на-ту-м. Қосып оққан кезде а-мин-тум болады. Ба-а-айн кеп тұр. Дұрыс. Ба-а-ду-ху-м. Қосқан кезде ба-ду-хум. Ба-ду-хум. Фа-ва-и-лун. Яның үстінде сукун кеп тұрған себепті и болып оқылады. Фа-вай-лун болады. Фа-вай бірден иға түсістір, уаны оқып барып, фа-вай-лун. Сонда вай болып түсістір. Ва оқылды деген сөз. Ва енді иді қоссаңыздар, вай болады. Көрдіңіздер ғой. Фа-вай-лун. Ла-ай-б-тум. Қосқан кезде ла-ай-б-тум. Ла-ай-б-тум. А-ла-и. Жаңағындай. А-ла оқылған кезде ләм фатхамен оқылып тұр. Ла енді сіз оған иді қосқан кезде ләй болып кетеді. И қосылады. А-ләй-кум. Ха-ла-ф-тум. Халаф-тум. Зу-ки. Каф әрпі. Каф әрпінің үстінде келген кезде шадда кеп тұр. Демек, бұл жерде екі каф бар секілді сіз күшейтіп оқисыз. Зук дегеніңіз екі к бар екен білдіріңіз. Енді оның астында касра кеп тұр. Касра и болып оқылады ғой, сол себепті зук-ки деп оқисыз. Зук-ки р-т-ту-м. Қосқан кезде зук-кир-тум. Зук-кир-тум. Бұл жерде де солай нун әрпі кеп тұр, үстінде шадда кеп тұр. Шадда қосарланған әріп секілді оқылады. Нун күшейтпелі, оның үстінде фатха кеп тұр. Демек, ә болып оқылады. Аннахум. 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 Мына жерде ә, тай, тағы да та әрпі фатхамен оқылып тұр. Та болып, енді оған иді қосасыз, тай болады сонда. Ә, тай, та. Раббихим. Шадда кепті, бә әрпінің үстінде. Раббихим. А-тау-ка. Та әрпі фатхамен оқылып тұр, харакатымен та болып, енді оған уауды қосасыз. Уаудың үстінде сукун келгендіктен, уаудың өзі ғана у болып дыбысталады. Сол себепті а-тау бола керек. А-тау-ка болады. А-тау-ка. Таббат. Таббат сүресі, Масад сүресі ғой, таббат яда аби лахаби ва табб деген. Сол жерде таббат деген алғашқы сөз кеп тұр. Таббат. Сақулат. Қосқан кезде сақулат. Мимман. Мына жерде екі мим кеп тұр, бірінші алғашқы мим кәсрамен кеп тұр, ми болып оқылады. Ортасындағы мим шаддамен және фатхамен ә болып оқылады. Демек, және шаддамен қосарланып оқылады. Сонда ми-мә болып оқылады ғой. Миммән қосқан кезде миммән. Нунды сукунмен қосып бересіздер. Та-та-ва-а. Уаудың үстіне шадда кеп тұр, фатхамен уа болып оқылады. Та-та-ва-а. Та-та-ва-а қосқан кезде та-та-ва-а болады. А-ва-ла
қосқан кезде әуәлә. Ютиммә. Ютиммә. Ли кулли. Шадданың астына кәсір келіп тұр, сол себепті ли болып оқылады шаддамен. Ли кулли. Ва кулла. Шаддалы ләм келіп тұр. Шаддалы ләмнің үстіне фатха келіп тұр. Міне көрдіңіз ғой? Ва кулла. Қосқан кезде ва кулла болады.